сіздерді алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Осы мереке тұсында Атырау қалалық сотының сот қызметкерлерімен, оның ішінде сот отырысының хатшысы, мұрағат бөлімінің қызметкері, кіріс мамандары болып, сотқа келген азаматтарға жедел түрде қызмет көрсетіп, өздерінің құқықтық кеңесін берді. Өз кезегінде сотқа келген азаматтардың алғысына бөленді. Атырау қалалық сотына жүгінетін азаматтардың саны күніне 50-60-тан аспаса кем болмайды. Өз кезегінде сот мамандарымен сотқа келіп тұрған әр азаматқа жедел әрі сапалы қызмет көрсету нәтижесінде халықтың сот жүйесіне деген сенімі күннен күнге артып келеді. Бұл орайда қазақтың ел алғысын алсан елеулісі боларсың дегендей, әрдайым халықтың алғысына бөленіп, өз жұмысын абыроймен атқару әр мемлекеттік қызметшінің міндеті. Мен Жұмағалиев Хамидолланың қарындасы ретінде Жұмағалиева Батима боламын. Атырау қалалық сотынан өзіміздің белгілі бір құжаттарымыз кеше күшіне енген болатын. Соны бүгін алып кетуге келгенмін. Осы Атырау қалалық сот ұжымына көп рахметімді айтамын. Сіздерге жұмыстарыңызға шығармашылық табыс, зор денсаулық тілеймін. Отбасыларыңызда аман болыңыздар. Аты-жөнім Гаухар Махиева. Алғыс айту күніне орай Атырау қалалық сотының судьясы Серікова Алтынай Серікқызы және оның хатшысы Айкынгулова Аидаға алғысымды білдіремін. Себебі кешегі өткен сот отырысының процесін жан-жақты судья қарап, әділ шешім қабылдады. Соған байланысты алғысым шексіз, қызметтеріңізде биіктен көріне Спасибо, девочки. Хочу объявить благодарность председателю городского суда за оперативную работу. Вчера я подала заявление о приказе в архив. Сегодня уже у меня все готово. Спасибо большое.